Сәлем достар, Дарику каналына қош келдіңіздер. Бүгін красный бархат тортын дайындаймын. Менімен бірге болыңыздар. Егер тіркелмесеңіз, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Бұл торт өте қарапайым және оңай дайындалады. Егер осы рецептпен дайындасаңыздар, міндетті түрде керемет болып шығады. Жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық керек ингредиенттер осы видеоның астында болады. Алдымен бізге коржға қант, айран, сұйық май, жұмсақ сары май, жұмыртқа, қопсытқыш, какао, сода және қызыл бояу және ұн керек болады. Барлығы бөлме температурасында болу керек. Енді біз жұмсақ сары майды ыдысқа салып, үстіне қантты қосып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Оған бір-бірден жұмыртқаны жарып, миксерлей береміз. Енді осыған сұйық майды құйып, тағы да араластырамын. Енді айранға бояуды қосып аламын. Негізі құрғақ бояуға қарағанда гелевый бояуды қосуды кеңес беремін. Себебі дұрыс түс шықпай қалуы мүмкін. Міне менде осындай қанық қызыл түсті шықты. Енді бөлек ыдысқа біздің құрғақ ингредиенттерімізді илеуіштен өткізіп аламын. Барлығын жақсылап бірге араластырып аламын. Енді сұйық массамызға құрғақ ингредиенттерді және қызыл айранды кезектесіп қосып жақсылап араластырып аламын. Міне менде осындай консистенциядағы қамыр шықты. Енді оны пергамент төселген формаға құйып, 180 градусқа 10-20 минут аралығында пісіріп аламын. Сіз өз духовкаңызға қараңыз. Менде осындай 3 корж пісіп шықты. Оларды мен осылай домалақ етіп кесіп алдым. Корждар өте жұмсақ, күшті болып көтеріліп пісіп шықты. Енді оларды жақсылап суытуға қойып қоямын. Ал енді креміне кірісеміз. Оған 33% клегей, творожный сыр және қант ұнтағы керек болады. Ыдысқа клегейді құйып, жақсылап миксерлеймін. Қоюлана бастаған кезде оған қант ұнтағын саламын. Миксерлерді жалғастырамын. Енді тағы да қоюлана бастаған кезде оның үстіне мен творожный сырды қосамын. Барлық ингредиенттер салқын болу керек. Ол өте маңызды. Енді осы массаны жақсылап тұрып, миксермен араластырып аламын. Міне біздің креміміз дайын болды. Қараңыздар, төңкерген кезде крем ақпайды. Енді тортты жинаймын. Оған мен корждың үстіне осылай молынан крем жағып шығамын.
біркелкі етіп жағып шығамын. Жан-жағына да, үстіне де барлығына жақсылап біркелкі етіп әдемелеп жағып шығу керек. Тортты креммен осылай әдемелеп тегістеп шығу керек. Енді корждан қалған қалдықтарды осылай қолымызбен майдалап шығамын. Енді оны алып бөлек ыдысқа салып аламын да торттың жан-жағына жабыстырып әсемдеп шығамын. Негізі өз қалауыңызша әсемдесеңіздер болады, бірақ мен осылай классический вариантты қалдырып қоюды шештім. Безендіруге мен аздап крем қалдырып қойған болатынмын. Енді оны насатканың көмегімен осылай гүлдер жасап шықтым. Достар, міне тортымыз дайын болды. Енді оны тоңазытқышқа кем дегенде 3-4 сағатқа қойып қою керек. Міне тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.